Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалдеріңіз қалай достар? Достар, бүкіл сұраққа жауап беру мүмкін емес, қолдан келгенше қарап ішіндегі маңызды сұрақтарға жауап беріп отырмын достар. Ішінде бір бауырымыз қойған екен, мен автоэлектрик бастау үшін маңызды қандай заттар керек деп. Әрине мен әтеуірткі плоскоустерді айтып миды ашытпай қойын, өйткені олар міндетті түрде керек болады. Достар, ішінде керекті нақтылап тоқталып кетейін. Достар, мынандай бірінші бастау үшін автоэлектрикте міндетті түрде электронный контрольки керек болады. Өйткені онымен минус плюсті біле аласыз, импульсті біле аласыз. Одан кейін тағы маңызды осындай тестер керек болады. Осындай қымбаттау түрін алу керек. 15-20 мың теңге тұрады. Бұл өте жақсы, точно көрсетеді. Базардағы 1000 жарым теңгенің заты керек емес досым. Одан кейін мынандай съемник обязательно. 3 аяқты. Мына өзім сияқты бұты талтаққа қойайын, әзілдеп. Осындай 2 съемник міндетті түрде керек болады. Онымен генератордың подшипнигінің крышкасының коллекторын алуға. Одан кейін достар, мынандай 100 ваттық пайка керек болады. 100-150 болса жақсы. Мынандай нашатыр деген дүние керек болады. Мына пайканың басын тазалап отырады. Одан кейін достар, мынандай олов керек болады. Одан кейін паяльный кислота керек болады. Мынаумен пайкілейтін жеріңізді осымен тазалап алсаң, мынау өте жақсы жазады достар. Одан кейін әрине жағдайларыңыз жетсе, қайда болып керек болады. Одан кейін мынандай кішігірім 18 мыңның наборын алып қойсаңыз, осы дүниемен, осы құралмен автоэлектрикті бастап кетуге болады. Осы 100-150 мың теңге шығатын шығар осыған. Оны сіз 1000 есе қылып қайрасыз, егер электрикті бастап жақсылап жасасаңыздар. Достар, тағы да қандай сұрақтарыңыз болады, комментарияда күтем. Жаңа бастайын деп жүрген электриктер, бастаңдар, қорқатын ештеңе жоқ. Адал тапқаннан тәтті болады әрқашан. Ешкім бұл дүниеге біліп келген жоқ. Осылай бәрімізде жаймен үйренгенбіз. Достар, жаңа бастаған автоэлектриктер, алдарыңыз ақ жол болсын, тек адал істеңіздер.